Арамызға от салған аягөз. Күтпеген жайт орын алды. Тіпті мұндайда Аружанның қолдаушы апалары да күтпеді. Роза мен Мұсаның жұптық ара қатынасына салқындық түсті. Қытайдан елге оралған Мұса күнделікті Розамен түскен суреттерін, парақшалар дайындаған видеоларды жариялады. Роза жайлы айтудан жалықпайтын. Бірақ күтпеген жерден Мұсаның Розаға деген сезімі су сепкендей басылды. Еске салайық, Қосылайық жобасының атышулы қатысушысы Аягөз Қытайдың Джунга еліне көшіп кеткен болатын. Қытайда Розамен бірге кәсіппен айналысады. Джунгода Аягөз Розаның туысындай боп кетті. Тіпті бір үйде бірге тұрған видеоларын көрсетті. Күтпеген жағдай орын алды. Аягөз Розаға пранк жайлы айтып әңгіменің ұшын шығарды. Себебі жоба қатысушылары арасында пранк жасау дәстүрге айналған болатын. Сондықтан Аягөз қызымыз Розамен пранк жайлы ақылдасты. Ақырында Аягөз бен Роза Мұсаға сторис арқылы күтпеген пранк жасады. Роза мен Аягөз ұшақта жазба жариялады. Бүгіндікке жұмыстардан қолым босамай сториске шыға алмадым. Дәл қазір Қазақстанға жолға шығып жатырмын. Жол амандығын берсін деп сторис жариялады. Чемоданды өзі көтеріп отыр ал. Роза не өтірік ұстап тұр жанын? Типа көтерген сияқты болып. Біраз уақыттан кейін Алматыға келгені жайлы сторис арқылы хабарлады. Тіпті Аягөзде өз Instagram парақшасында Розаның құрбысы Алматыда күтіп алғаны жайлы видео жариялады. Розаның подругасы күтіп алды бізді. Рахмет. Желі қолданушылары Мұсаға жарыса жазды. Розаны аэропортта неге күтіп алмадың? Роза қайда деген сияқты. Мұны көрген Мұса абдырап қалды. Кейін Аягөз бен Роза Мұсаға пранк жасағаны жайлы айтып тастады. Самолеттан түсіп келіп. Кстати, ол пранк болатын, Қазақстанға әлі барған жоқпын. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Самолеттан түсіп келіп, кстати, ол пранк болатын. Қазақстанға әлі барған жоқпын. Қазір Роза мен Қытайдың Гуанчжоу деген қаласына келдім. Деді Аягөз Instagram арқылы. Мұны естіген Мұса қатты ашуға булықты. Мұса Розаға сторис арқылы жазба жариялады. Мен ойлаймын да, пранк деп бүкіл адамдарды уайымдатып, нервтарын өлтіріп, зиян келтіріп. Бір сөзбен айтқанда пранк деу өте қате тірлік деп ойлаймын. Жеке өзіме жасай салшы. Елдің бәрін ақымақ қылып не боп кеттік. Деп жазды ашуға булыққан Мұса. Роза мен Мұса қайта қосыла ма? Ол жағы әзірге белгісіз.